Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздермен пирожкидің рецептісін бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Қантымызды қосамыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, ашытқымызды салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жаңа дайындаған сұйық массамызды құямыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Керек заттарды описанияға қалдыратын боламын. Онда көп қоспаңыздар. Қамырымыз қатты болып қалады. Сұйық майымызды қамырымыз иленіп болғаннан кейін қосатын боламыз. Тағы қосып, илеп жібереміз. Салмасын дайындаймыз. Менде салмасына орам жапырақ, 40 қабат, әр жерде әртүрлі айтады. Табамызды алдын ала қыздырып, кішкене сұйық май құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан соң, орам жапырағымызды салатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Оған дейін тестамыз да дайын болды. Мен қамырды бөліп өлшеп аламын, грамдап. Солай ыңғайлы бір қалыпты барлығын бөліп дайындап алдым. Енді бетін жауып, демалуға қоямыз. Дәл видеода көрсетілгендей, қолымыздың көмегімен ақ жай формасына келтіре береміз. Менің формам үшбұрышты болды. Әркім өз қалауынша жасай берсе болады. Дайын болған пирожкилеріміздің бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Әдемілік, әсемдік үшін бетіне күнжіт септім. Сіздердің өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Міне біздің пирожкилеріміз дайын болды. Өте әдемі, қып-қызыл, көздің жауын алатындай. Видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ, әдем болып шыққан. Тағы да қандай рецепт күтесіздер, жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер.